İman Allah'ın kolunдағы нәрсе. İman taqdirga жараша болады. Амал адамдың немесіне жараша болады, әрекетіне жараша. İman taqdirдағы нәрсе. Taqdirda. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa taala barымызға иман жазған, бұл чоң немат. Ең бақытлы инсанбыз. Taqdirында иман жоқ болса ештеңе қыла албайсың, Алла сақтасын. Абу Талиб не болды? Пайғамбарымыздың ағасы. Атасының бір туған ағасы. Пайғамбарымызға ең жақын адам, ең жақсылық көп қылған инсан. Тaqdirында иман жоқ әлі. Taqdirda иман жоқ әлі, иман келтірген жоқ. Ошон үчүн иман муқаддар, тaqdirдағы нәрсе. Ошоны Аллах айтып атат: "Лақад хаққал қаулу аля аксарихим." Алардың көпчүлүгүнө биздин чечим важип болуп калган дейт. Чечим чыгып калган. "Фахум ла юъминун." Алар иман келтирбейт дейт. Чын эле Курайште көпчүлүк иман келтирген жок. Аз эле адам иман келтирди башында, кийин анан барып башка кабилаларга кирип отуруп көбөйүп кетишти. Башында аз эле адам иман келтирген. Мына ошону Аллах айтып атат: "Лақад хаққал қаулу аля аксарихим фахум ла юъминун." Биздин сөзүбүз не болду? Хак сөзүбүз чечилип калган, важип болуп калган. Алардын көпчүлүгүнө фахум ла юъминун. Алар эми иман келтиришпейт.